дәл қазір 2018 жылы атыраулықтарға Чингис Шевройл компаниясы игілік жобасы аясында сыйға тартқан ретро парк саябағындамыз. 50-ші жылдардың стилінде салынған парктың ашылуын жергілікті халық асыға күткен еді. Өйткені бұған дейін Атырау қаласында ерекше үлгіде салынған демалыс орны болмады десек артық емес. Паркте көрме залы, балалар ойын алаңы, кафе және амфитеатр бар. Бірақ бүгінде қоғамдық орын қаңырап бос тұр. Ештеңе өтпейді, ешкім келмейді. Тұрғындардың көпшілігі құрылысы 4 жылға созылған саябақтың сапасы сын көтермейтінін, қыруар қаржы бөлінген демалыс орны көңілдерінен шықпағанын айтады. Солардың бірі Жанарыс Меңдіғалиев. Ол қаланың тірлігіне бей-жай қарамайтын белсенділердің бірі. Жанарыстың ойынша, саябақтың саядан айырылып жатқанына түгелей әкімдік кінәлі. Миллиардтаған қаржы құйылған жобаны халықпен ақылдаспай іске асырды дейді ол. Жалпы саябақ салынғаны жақсы әрине. Өйткені Атырау қаласы жалпы экологиялық катастрофа бар біздерде. Саябақ керек. Бірақ та жасалынған жоба, яғни халықтың ортасына талқыға салынып, арнайы әлеуметтік сауалнама жүргізіліп, сол жобаны шешім шығарар кезде қоғамдық кеңес құрылып, халық сол қоғамдық кеңестің құрамын біліп, кімдер шешім қабылдап жатыр, қалай болып жатыр, халықтың көңілінен шыға ма деген сияқты, оны бір үлкен әлеуметтік желіде керекті деңгейде талқылану қажет деп ойлаймын. Қазір уақытта жарық бір жерде бар, бір жерде жоқ. Қазір тіпті баратын болсаң, былай айтқанда саябақ қараңғы түгелімен. Ол жерде уже балалар ойнайтын алаңда уже балалар ойнамайды, үлкен жігіттер отырып жайлап сыраларын ішеді, әңгімелерін айтады, мысалға айтқанда. Соның барлығын егерде халық пен халық арасында банағыдай сауалнама жүргізу арқылы, солардың ойын білу арқылы, яғни Атыраудың деңгейінде, Атыраудың халқына керек нәрсені ойластыратын өкіл бұл кінәлі деп есептеймін. 2014 жылы 1 миллиард 300 миллион теңге қаражат бөлінген ретро паркты салу мүмкіндігін Әлем Контракшн Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестік ұтып алған. Саябаққа қатысты сұрағымыз барын айтып хабарласқанымызда, мекеме өкілдері 2018 жылы әкімдік жобаны тексеріп қабылдағанын айтты. Сондай-ақ карантин басталғалы қызметтері тоқтап, парк құрылысымен айналысқан мамандардың жұмыстан шығып кеткендігін жеткізді. 1993 жылы Чингис Шевройл компаниясы әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобаларды іске асыратын Атырау бонус қоры бағдарламасын енгізді. 5 жылға арналған бағдарлама негізінде клиника, нан зауыты, 20 тұрғын үй және тағы басқа көптеген нысан салынды. 1999 жылдың аяғында компания бұл жобаны аяқтап, содан кейін өз ынтасымен ерікті негізде игілік жобасын іске асыруды қолға алды. Жоба аясында күні бүгінге дейін әртүрлі нысан бой көтеріп келеді. Алайда Қазақстан Республикасының 2017 жылғы жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану кодексінің 129 бабында жер қойнауындағы байлықты игеретін компаниялар келісім шарт негізінде әлеуметтік мақсатқа және өңірлік инфрақұрылымын дамытуға қаржы бөлуге міндетті екені жазылғанымен, бұл заңның Чингис Шевройл компаниясына қатысы бар жоғы бізге беймәлім. Өйткені кәсіпорын жоғарыда аталған заң күшіне енбес бұрын жергілікті үкіметпен келісім шартқа отырып, атқарып жатқан жұмыстарын сол кезде ақ бастаған еді. Мекеменің мемлекетпен арадағы келісімді жасырын ұстауы бізді компанияның өзі мұнай өндіретін жердің жағдайын жақсартуға қатысты міндеттемелері бар жоғын білуден бейхабар етіп отыр. Дегенмен қаражаттың қандай келісім негізінде бөлінетіні кім-кімді де қызықтыратыны анық. Ал игілік жобасының көлеңкесінде біз байқай бермейтін сиқырдың бар болуы мүмкін. Бұл бояу үзінген мәселенің біреуі ғана. 2018 жылы қолданысқа берілген паркты аз уақыттың ішінде бірнеше адам басқарғанын білеміз. Алғаш боп қалалық әкімдіктің жанынан коммуналды кәсіпорын құрылып, оның басшысы боп Ануар Жұмабай тағайындалды. Алайда жарты жыл өтпей жатып ақ ол паркты басқарудан бас тартты. Себебін өзі былай деп түсіндіреді. Біздер ұжым болып ақша бөлініп азымыз бастап қараған кезде, біріншіден ең бірінші жаңағы насостар жасамай қалды. Біздер қағаздарды көтердік. Жаңағы мердігер компанияның гарантиясы болды. Сол мердігер компания жасап беру керек. Олар ұзақ уақыт жасағандай болды. Соның артынан жүгірдік, ТШО-ға да айттық. Сөйтіп созылып өте қатты созылып кетті. Соның арқасында тек қарапайым суды тарта алмадық. Былай жайықтан. Бірақ енді қарапайым адамдардың сөздері бар.
кәдімгі водовоздармен келіп суармадыңдар ма деген қарапайым сөз бар. Былай қарағанда жеңіл сияқты. Бірақ ол жерде 3 гектар біріншіден газон, екіншіден ол жерге су суару үшін жаңағыда водовоздар кіретін болса, арнайы брусчатка оған арналмаған төсеген кезде оған ауыр жүк машинасы кіре алмайды. Жеңіл машинасы өзінің кіргеннің өзінде отырып кетеді. Айта кететін нәрсе бар. Мен парк деп басында жүрген кезде бұл паркты әлдеқайда салып бастап кеткен. Бастап кеткен жерде мына парк негізі проектісі мен көргенде ең басында басқаша болу керек болды. Соңында кішкене адамға қолайсыз және де жалпы жұмыс жасауға парк ретінде жұмыс жасауға кішкене қолайсыз жасалған. Кез келген адам көре алады. Мусор төгетін жері, мысалы мусорды алып кететін жері анаған жүк машинасы сыймайды неге. Қақпаға сыймайды, қысқа қылып жасаған. Мысалы просто элементарный кішкентай мысал. Иә, солдай мысалдар мысалы өте көп. Кішкентай нәрсе, ақаулар бар, кішкентай ақаулардан тұрады. Көп нәрсені олар сөйтіп тастап кеткен. Экс-директор осылай дейді, аталған кәсіпорын тарап кеткеннен кейін қалалық әкімдік компанияны басқа жеке кәсіпкердің иелігіне берді. Трава Удома деп аталатын компания 2 жылдай парктың шаруашылық жұмыстарымен айналысып көрді. Бірақ ешқандай пайда көре алмағандықтан өткен жылы паркты әкімдіктің балансына кері тапсырды. Компания өкілдерінен осы жөнінде айтып беруін сұрағанымызда олар алдымен келісіп, кейін сұхбат беруден бас тартты. Біздегі ақпаратқа сай миллиондаған қаржы бөлінген паркке ең әуелі басында көк майса төсеу мен тамшылатып суару құрылғысын орнату жұмысын осы компания атқарған. Енді бағым деп алғандардың бас ауруына айналған парк биылдан бастап тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының балансына берілмек. Ретропаркты салуда қала тұрғындарынан ешқандай сараптама жүргізілген жоқ. Бұл ретропарк салу қала аумағында қала тұрғындарына бір демалыс орнын сыйлау мақсатында құрылыс жұмыстары жасақталып, осы Атырау қаласы әкімдігінің ұсынысымен Теңізшевройл компаниясымен өз келісімін тапты. Қазіргі таңда сол 2019 жылы бұл саябақ сенімгерлік басқаруға берілген болатын. Дегенмен қала тұрғындарының қалалық әкімдікке келген шағымдарына орай сол жердің күтіп ұстауына өздерінің наразылықтарын, шағымдарын білдірген кезде 2021 жылы сенімгерлік басқарудан алынды. Қазіргі таңда осы қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына теңгеріне беру жағы қарастырылуда, ол құжаттар жүргізілуде, рәсімделуде. Сол қаулы рәсімделгеннен кейін сол жер реттеліп, барлығы қалпына келтірілетін болады. Халықтың қолдауымен салынбаған, елмен есептеспей жасалған парк 2018 жылы салтанатты түрде ашылды. Оған қатысқан облыс әкімі Нұрлан Ноғаев саябақта 750 ағаш егілгендігін мәлімдеді. Алайда 4 жыл ішінде жайқалып өскен ағаш жоқ. Демалып жүрген адамдардың да қарасы аз. Салынғанда сүйініш болған саябақтың қалайша күйінішке айналғаны біз үшін жұмбақ. Бір анығы, мұнда өзімізде өндірілетін қара алтынның өзіндік қолтаңбасы бар. Алдағы уақытта ел үшін салынатын дүниелер тек бір жақты шешілмей, жергілікті жұртшылықпен ақылдасылып іске асырылса, қаңыраған саябақтар мен қараусыз ғимараттар қаланың сәнін кетіріп тұрмас еді.